Қазіргі психологтарымыз айтады, мына заманның бұзылып баратқаны қайдан білесіз ба? Адамда мәміле кетіп баратыр дейді. Мына сөйлеспейміз біз бір-бірімізбен. Көршімен сөйлеспейміз, досымызбен сөйлеспейміз, өзіңіздің күйеуіңізбен немесе әйеліңізбен сөйлеспейсіз, балаңызбен сөйлеспейсіз. Кілең үйге келеді, ана сотка шұқиды, интернет шұқиды, телевизор көреді, сөйлесу жоқ, мәміле жоқ. Мәміле болмағасын ара алшақтайды. Бірге отырып сөйлеспейміз, бірге отырып араласпаймыз. Бауырлар, бұл үлкен қауіп сіздің жанұяңызға туып келе жатқан. Балаларыңызбен, әке болсаңыз, балаңызбен отырып сөйлесуіңіз керек. Қызыңызбен сөйлесіңіз. Бір күнді, мейлі аптасына болмаса да айына бір күн жанұя күнін арнаңыз. Бала шағаңыз барлығын ертіп паркке отырыңыз. Бірге пицца жеңіз, мороженое жеңіз. Араласу керек. Қызық көріңіз бірге. Киноға барыңыз. Одан шығып парк аралаңыз. Бала шағаңызды ертіп ал. Бұл міндет ол. Үйтіп араласпасаңыз сіздің мәмілеңіз кетеді араңыз. Ал аралар ашықтаған сайын ұлыңыз, қызыңыз далаға қарап өседі. Әйеліңіз, күйеуіңіз далаға қарап өседі.